Армысыздар, арнамыздың көрермендері. Абай тағылымы бағдарламасын онан ары жалғастырамыз. Әдеттегідей, бүгін де жалын мен оттан жаралған нұрлы сөздердің біріне тоқталып, мағынасын ашатын боламыз. Абай хакім өзінің қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек өлеңінде ақылды қарағылды қырыққа бөлмек деп айтады. Абайға дейінде, абайдан кейінде қазақ дүниетанымында қарағылды бөлу тіркесі бірақ орында, яғни биліктің өте әділді болған жағдайында қарағылды, қақ жарды дейтін тіркесте ғана қолданылса керек. Соның өзінде қылды екіге жару, яғни екі тараптың да ағын ақ қарасын қара деп жоғын жоқтап, барын түгендеп беретін өте дәлді билік айту дәстүріне қаратылып айтылатын. Ал енді абай дүниетанымы бұны қарағылды қырыққа бөледі деп келеді. Неге? Әділдік адамзат баласы үшін аса қымбатты құндылықтардың бірі. Абай үшін де кісіліктің басы, иманнан алатын пайданың ең үлкен өлшемдерінің бірі, бүкіл дүние танымының басында тұрған дегдар өлшем. Ендеше қарағылды теңдей екіге бөліп, қақ жарып, әділдік орнатудың қандай жауапкершілікті қажет етсе, және қандай машақатты болса, бұдан кейінгі келер заманда да сондай машақатты еңбектенуді талап ететін заманның қажетінен туған адамдар үшін әділдіктің қажеттілігіндей аса зәру болған құндылықтың келе жатқанын меңзеп тұрса керек. Яғни өзінің тілімен айтқанда 38-ші қара сөзде айтылатын адамның ғылымды құдіретке айналу мәселесі. Абай өлеңіндегі бұл тармақта да айтылып отырған, көтеріліп отырған ең үлкен тақырып осы ғылым мәселесі. Танымы қаншалық болды екен деп шүбәлансаңыз, онда біз естеліктерге жүгінейік. Төлеу Көбдіков ақсақалдың естелігінде мынандай жолдар кездеседі. Шай ішіп отырғанда Мырзахан Абайдың жаңа салдырған күміс тісінің жайын сұрады. Абай қартайған адамдарға Семейде осындай тіс салдырып алуға болатынын, бұл да өнер ғылымның көп пайдасының бір екенін, отарба, шойын жол, суда жүзетін кеме, не керемет ғылым жайын ұзақ әңгіме қылып кетті деп, Абайдың ғылыми танымының шетін суыртпақтап бізге көрсетіп береді. Ал енді Абайдың ғылыми танымының қаншалық екендігін сипаттайтын мына бір жолдарға құлақ салыңыз. Сіздер мұны тамаша қылып таңырқап отырсыздар. Бұл тіс ұсақ нәрсе. Адам баласының табатын өнері, білімі әлі көп. Құдай тағаланың адамнан асып жаратқан мақұлығы жоқ. Адам баласына жансызға жан салуға рұқсат жоқ. Одан басқаның бәрінің де кілті бар. Өнер білімнің кілтін жаңа тауып келе жатыр. Әлі балықша суда жүзіп жүргенін де көресің. Құс болып, қанат қағып, аспанда ұшып жүргенді де көресіңдер. Және дүние мұнымен тұрмайды. Өзгерісі болады. Адам баласы осы күнгі балалардың мал өсіріп, сенен мен артық бай боламын дегені деп таласып бәсекеге түскені сияқты, өнерге сенен мен артықпын деп өнер талас арттыруға тырысады. Мал байлық бәсекесі болмайды, өнер білім бәсекесі болады. Осы күні көз салатын да бар. Бұлардың бәрі ұсақ өнер. Келешектегі болашақты әрбір тәжірибеден көріп, сезіп отырамыз. Бірақ кейіндеу болады, оны біз көрмейміз. Біздің баламыздың баласы көрсе көрер деді. Бір қызығы Абайдың ғылыми танымына қағаз бетіндегі куәгер ретінде сақталып қалған Төлеу Көбдіков ақсақал бұл шай үстіндегі Абайдың әңгімесінің мыңнан бірін ғана жеткізгенін былай деп еске алады. Онда ұшқалақ жас кезім ғой, Абайдың айтқан мың сөзінен бір сөзін ғана ұғамын дейді. Бізге жеткен бұл ақпараттың өзі Абай дүниетанымының толық мағыналы қыры емес екенін байқаймыз. Ал қош енді Абайдың осындай ғылыми дүниетанымының негізінде айтылған осы сөздің тіпті астарлы мағынасын былай қойғанда тіке мағынасының өзі бүгінгі технологияның жемісімен мүмкін екен. Расында да нейротехнология, смарт интернет, импланттық технология, смарттық технология, нанотехнология, жасанды интеллект, баламалы өндіріс, жаңартпалы өндіріс сияқты небір ғылымның жаңа салалары пайда болған бүгінгі заманда Абай сөзінің тіке мағынасының өзі
ғылыми шындыққа айналып отырғандығын байқадық. Айталық, бүгінгі нанотехнологияның нәтижесінде пайда болған графон деген нано талшық бар екен. Бұл құрылыстық талшық болғанына қарамастан жылу мен энергияның ерекше өткізгіші болғандықтан бүгінгі граммен сатылатын металдардың ішіндегі ең қымбаты болып саналады екен. Яғни әрбір микрометрі 1000 ақш доллары тұрады екен. Міне, алайда бұның нанотехнологияның жемісі деп отырмыз ғой. Бұл құрыштан 200 есе берік, яғни болат емес, темірден болат қатты, болаттан құрыш қатты ғой. Міне осы құрыштан 200 есе қатты, алайда шаштан 1.000.000 есе жіңішке. Енді қараңыз, Абайдың қара қылды 40-қа бөлу, мына жақта шаштан 1.000.000 есе жіңішке. Ақиқат жүзінде орындалды ма? Әлбетте, бүгінгі технология оған қауқарлы екен. Графонның өмірге келуі адамзаттың құн туралы көзқарасын мүлдем басқа мазмұнға байытып, мүлдем басқа арнаға бұрған сияқты. Ендеше Абайдың да ежелден қалыптасқан тұрақты тіркестің негізінде дүниетанымда бұрыннан қалыптасқан сөздерден қалып ала отырып, оны түрлендіріп, яғни қақжарғанды 40-қа бөлген деп қолдануындағы мақсұты осыған дейінгі біздің дүниетанымымыз, осыған дейінгі ғылыми танымдарымыз, біздің мәдени қабаттарымыздың келесі замандарда белгілі өзгерістерге ұшырайтындығын меңзесе керек. Ал енді қоғамдық өмір тұрғысынан қарасақ, ғылымның аса үлкен құндылық ретінде адамзат қоғамында ерекше рөлге ие болатындығын меңзеп отыр. Ал осы қара қылды 40-қа бөлетін кейіпкердің атын Абай не үшін ғалым деп емес, ақылды деп атады. Индустриялық революция кезеңінде этика мәселесі күннен күнге өзекті болып келе жатқандығын осы саланың зерттеуші мамандары дабыл қағып сәт сайын қайталап айтып келеді. Солардың бірі осы 4-ші индустриялық революция жайында кітап жазған Клаус Швабты мысалға келтіруге болады. Айталық, Милтон Кинста көшеде азық-түлік тасымалдаумен айналысатын роботтар жүреді. Ал енді Далласта мынау кардиологиялық орталықта жұмыс жасайтын, медициналық көмекші ретінде жұмыс жасайтын Моси деген робот бар екен. Сонымен бірге Еуропада ауруханаларда пациенттерге қызмет көрсететін, аурухананың бөлмелерін дезинфекциялаумен айналысатын роботтар қолданыста бар. Ал енді әскери саланы айтсақ, Израильдің Харп дроны, Түркияның Байрактар дрондары, тіпті гуманитарлық саланың өзінде бұл робот технологиялар күн сайын қолданысқа кеңінен еніп келе жатыр. Айталық, Жапонияның Кодайдзи дейтін храмында арнайы аудиторияның мен жұмыс жасайтын, яғни аудиторияны бақылау қабілетіне ие, сол арқылы өзі шешім жасау қабілетіне ие, сол арқылы өзінің бағдарламаланған белгілі уағыздарды айталатын роботы Құдай, тырнақшаның ішіндегі Миндар деп аталатын құрылғы жұмыс жасайды. Міне осы салалардағы ғылым техникалық жетістіктер, солының есебінде пайда болған құрылғылар дұрыс бағдарланбаса, оларға белгілі тапсырмалар этикалық нормалар негізінде берілмейтін болса, онда қандай зардаптар келуі мүмкін? Әрине, ешкім түсіндіріп бере алмайды. Гуманизм қағидаттарына негізделмеген ғылым қашанда адамзат үшін қасірет әкелетіні белгілі. 4-ші индустриялық революция кезеңінде бүгінгі ғылымда айтылып жүрген 3-ші тіршілік иелері дұрыс бағдарланбаса, онда адамзаттың жеке өмірі, отбасылық өмірі, тіпті қоғамдық қарым-қатынастарының қандай ойрандауларға, қандай зияндарға ұшырайтындығын болжау мүмкін емес әрине. Ал енді хакімнің біз тоқталған аталмыш ақылды қара қылды 40-қа бөлмек дейтін тіркесіндегі ғалымның орнына ақылды сөзінің алынуы тегіннен тегін болмаса керек. Яғни ғылым қара қылды 40-қа бөлетіндей нанотехнологиялардың дәуіріне келген кезде оған міндетті түрде ақыл басшылыққа келуі керек. Яғни этика мәселесі алдыңғы орынға шығады дегенді меңзеп тұрса керек. Олай дейтініміз, ғылымның этика мәселесін Абай руханиятының заңды жалғасы болған Шәкәрім өзінің өлеңдерінде былай деп келтіреді екен. Шын залымға берме ғылым, ол алар да оқ қылар. Қаруым дер, кісатып жер, ол ғылымды хайлетер дейді. Тағда дүниені түзетуші, һәм бұзушы бір ғалым.
әрі залым әрі ғалым, ел түбіне сол жетер. Мінекей Абайдың аталмыш тармақта өзінің кейіпкерін әрі ғылымды, әрі ақылды ретінде ақылды деп қолдануы кездейсоқтық емес екен. Ардақты көрермен, Абай атамыздың бір өлеңіндегі бір ғана тармақтың өзінде адамзат қоғамының дамуымен бірге пайда болатын қадамдар турасында қаншама қомақты ойлар айтылғандығын бағамдаймыз. Шындығында Абайдың кейбір терең дүние танымдарын біз аша алмай жүрміз, кәдеге жарата алмай жүрміз. Терең дүние танымына бойлай алмағандықтан да кейде Абайдан қашып жүрміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар ағайын.